болсын, қорықпа, өсесің. Істей бер, әйтеуір бір жерден шығасың дейсің. Мен маған тартсаң бір жерден тешіп шығасың деймін. Болды. Өзі рас нетті ғой, қарап отырсам. Ешқашан шаршадым деп айтуға болмайды, шаршадым деп айтпаймын. Тек үйге жатқасы шаршап қалады, жұмысқа жұмыс істемесе шаршайды. Ойбай, ана жақ не болып жатыр екен, ана жұмыс... Шаршадым десең, ішкі неменен бәрі кетесің, әсер қылды, ауыр басып қалады деп жындығы. Жоқ деп айтпау керек өмір. Бар болды. Жұмыста жүрсең де, әбетіңді, тамағыңды шуақ ішті. Жағдайың келмей жатса, енді жұмыстан пирожкиің, банауын соны сатып ап, біреуді көлетсең нақады соны ішіп отыр дейді. Сонда денсаулығың керек болады. Денсаулығың дұрыс болса, жұмысың да болады, басқасы да болады. Ең жаман болатын адамды айтайын, қарт ойнаған адам, қатынға барған адам, соны мына арақ пен темекі, осы адам ол өмір оңбайды. Сендер оқыңдар, елдің жақсы нәрсесін алыңдар, жаман нәрсесін алмаңдар, еңбекқор болыңдар. Соған жетті ғой маған. Екеуі үшеуі де жетті. Қарапайым болып, кеуде көтермей, қолымда сағатым бар, мынауым бар, костюмчерім бар, киіп орденім бар, жаңа машинем бар. Бүйтіп тұрсам, тұруыма болады ғой. Мен жетпеймін.